Алақайлар, бүгін біз жыл мезгілдері туралы айтамыз. 4 жыл мезгілі бар: көктем, жаз, күз, қыс. Әр жыл мезгілінің өз ерекшеліктері бар. Қар, жаңбыр, суық, жел, боран, ыстық. Сондықтан жыл мезгілдері бір-біріне ұқсамайды. Енді әр жыл мезгіліне жеке тоқталайық. Көктем мезгілінен бастайық. Көктемде күн ұзарады, түн қысқарады. Табиғат қысқы ұйқысынан оянады. Алғашқы гүл шыға бастайды. Ағаштар бүршік жарады. Жыл құстары жылы жақтан ұшып келеді. Көктемде ауа райы құбылмалы болады. Өкпек жел мен жаңбыр жауады. Бұдан кейін жаз мезгілі басталады. Жаз мезгілі керемет кез. Табиғат аясында демалып, суға шомылатын кез. Күн ыстық болып, ұясына кеш батады. Жазда күн күркіреп, найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Жаңбырдан кейін аспан ашылып, кемпір-қосақ шығады. Жаз бітісімен қоңыр күз мезгілі басталады. Түн салқындап, таңертең шық пен тұман түседі. Шөптер қурап, ағаш жапырақтары түсе бастайды. Күн қысқарып, түн ұзарады. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Күзден кейін қыс мезгілі келеді. Қыс ең суық мезгіл. Өзен-көлдер қатып, мұзға айналады. Жер бетін ақ ұлпа қар жабады. Күн кеш шығады. Балалар қардан аққала жасап, мұз үстінде коньки тебеді, шанамен сырғанайды. Қыс басталысымен біздің киімдеріміз алмасады. Біз ең жылы, қалың киімдерімізді киеміз. Тон, байпақ, малақай, қолғаптарымызды киеміз. Қыста жиі қар жауып, арасында боран соғады. Кейбір аңдар індеріне кіріп, қалың ұйқыға кетеді. Олар көктемде күн жылына бастағанда оянады. Міне балақайлар, барлық жыл мезгілінің ерекшелігін білдіңдер.